Саламатсыздар ма, құрметті араласып тұрайық көрермендері. Бүгін бізде қонақта Аралдың тумасы Арсен Акиев. Арсен, енді қазір енді қай жақтасың? Немен айналысып жатсың? Сол туралы айтсың. Мен қазір Алматы қаласындамын. Иә. Жұмыс жасаймын. Қайда жұмыс жасайсың? 7-й канал, 7-ші каналда жұмыс істеймін. Автор сценарист. Автор сценарист. Және де белгілі бір театрда жұмыс істеймін. Әзіл-сықақ театрында. Ол жақта да осы жұмыс автор сценарист. Автор. Иә. Сонда әзіл жазып бересің. Басынан аяғына дейін. Иә. Әртүрлі жанрда. Ноутбукпен бе, ручкамен бе? Ноутбукпен жазып беремін. Қазір ноутбукпен. Қазір енді авторлар бар ғой, қалай жақсы ма? Қазір енді соңғы жылдары осы қазақтың комедия жанрында кинолар көбейіп жатыр. Соған қарағанда авторлар да мықты, актерлар да мықты ау деймін соған қарағанда. Енді Алматы қаласындасың. Авторлар өте көп, енді мен өзім Алматы қаласында. Енді біліп жатырмын ғой, қандай мықты авторлар бар екенін. Мықты авторлар. Автор болу үшін не істеу керек? Автор болу үшін не істеу керек? Ең бірінші Алла берген талант болу керек, міндетті түрде. Өзің, может ол қаннан беріледі, сондай талант болу керек. Екіншіден, сол авторский оқытатын не бар, апай бар, немесе басқа да біреулерден сондай комедия жанрында оқып алуға болады. Оқу керек, еңбектену керек. Солай дейді. Енді Арсен, мынандай сұрақ көбінесе осы соңғы жылдар біз Аралда жүргенде көп сұрақ қояды да. Осы соңғы ойындарда өзің кітап ойында сценарийге кіргізіп үйленемін деп сондай бір сценарий, бір әзілде, тек қана қыздармен ойнағанда. Біреулер бізде көп сұрайды, ол әзіл ме, әлде шынайы ма деп. Соны өзің айтшы, сол әзіл ме, әлде шынайы ма? Маған да осы сұрақ көп қойылады қазіргі. Бізден де көп қояды шығар. Бізден де, сіздерден де көп қойылады. Дайректке келіп жатады Инстаграмға. Шын ба, неге өйттің? Неге өйттің дегенде қалай сонда? Неге өйттің, жындысың ба, басқа қыз құрып қалды ма дейді. Енді шынайы біреудікі есіме түсіп кетіп жатыр да, біреу жазып жіберіпті. Қатты үйленгің келіп жатса мені алшы деп жазып жіберіпті. 2001 жылы қыз. 2001 жылы. Бұл нешеде сонда? 2001 білмеймін ғой. Мен тек 91-лерді білемін ғой. 91-лерді. Шынайы бәріне айтамын. Болатын нәрсе ғой. Болатын нәрсе, құдай қаласа. Шынайы нәрсе. Бұл негізі менің ойым емес, мен тек қана қыздарға жазамын, автор ретінде, ол жақта да жазып беремін. Жалпы командаға. Иә, командаға. Осы алдыңғы 2017 жылдан бастап жазып жатырмын. Бірақ мен өзім айтқан жоқпын, ұсыныс жасаған жоқпын. Мен өстейінше, осылай шығайыншы деп. Біз Мереке екеуміз ақылдасып жазамыз, сол кезде ол айтты. Мүмкін солай жасармыз. Қызығырақ болатын сияқты, біздің стилімізден халық шаршап қалса, солай қызық болатын сияқты деді да. Екеуміз шығайық, құдалығымызды қояйық, ұзатуымызды, беташарымызды қояйық деді. Содан кейін жарайды деп келістік. Жаман емес, Аллаға шүкір. Сахнадан шешіліп кеттің, үйленетін сонда? Жоқ, сахнаға шығара алдым да. Ол енді бәрі айтады, енді постановка ғой деп сөз айтып. Ол постановка мойындайды. Оның алдында мен негізі бірақ шынайы 31 желтоқсанда мен оған сөз салдым Қызылорда қаласында. Шынайы достарыммен барып сөз салдым. Ал анау енді постановка. Ол хайп. Сонда ана кітапта болған постановка ғой. Жалпы енді сол сахна үстінде айттың бұл сөзді, или оған дейін айттың? Оған дейін дайындалып алдық. Дайындалып алдық. Жоқ, енді жалпы үйлену туралы ұсыныс жасадың да? Мен оны 31 желтоқсан күні жасадым. Шынайы. Ал енді сахнадағы ол пиар ретінде, как оны осы сезонда, сценарий ретінде, осы сезонда сондай сценариймен келеміз дегенге, ол үшін халыққа түсіндірме болды. Енді осы маусымда кіта лигасында біз Мереке екеуміз тойымызды көрсетеміз, Мерекенің беташарын көрсетеміз, ұзатуын, құдай қаласа қызық болады. Жалпы жылдың аяғына дейін сценарий жазылып тұр ғой, идеясы. Идеясы бәрі бар. Той бола ма еді? Болады ғой бұйырса. Той болады. Қазақтың тойы болады. Қашан болады? Қайда болады? Аралда бола ма? Аралда болады, міндетті түрде. Ұзату Шымкент қаласында болады. Өзі Мереке Шымкенттікі. Шымкент қаласында болады 8 мамыр күні. Ал той Асықпай жазда. Аралда міндетті түрде Аралда болады. 22 машинамен бе көлеңкі? Иә, 22 машина. Или бір автобус жалдай салады. Біздің ауылда бір жақсы жігіт бар, 3 машинасы бар. Иә? Соны жалдасаң болады. Жигули емес пе? Жоқ. Ол да жақсы ғой, Жигули. Бұрынғыдай онда ой келген жоқ па? Волга алдына жайып, кукла қойып. Ертең Мерекені Жигулимен алып кетті деген әңгіме болып кетеді. Күшті Жигули ше, соңғы жылы шыққан. Көреміз.
Дұрыс, рахмет. Әрсен негізінде Арал қаласында Арал аудандық оқушылар үйінде сол жақтан сабақ алды. Сізден Менен сабақ алды. Пиар бола ма? Пиар емес қой, жарнама ма? өзіңізге. Енді мен өмірім ғой, ол шындық бұл. Бұл шындық. Ең алғашқы топ болатын, ең алғашқы топтардың бізге қатысқан жігіттердің бірі. Қазір Алматы қаласында жұмыс жасайды. Енді көпшіліктің сұрағына жауап берді деп ойлаймын, өйткені біздің Арал қаласында сол сұрайды. Рас па, шын ба? Жаңағы өзің айтқандай неге деп те сұрайды. Мама да айтады оны. Мама да айтады ма? Мен миымда ашылып жатыр ғой, мына жақта соған жауап берсе деп айтып жатады да. Сосын осы арқылы жауап беріп жатсың. Осы арқылы жауап беріп жатырмын деп ойлаймын. Бірақ енді көбісі сценарий деп ойлап жатыр. Енді дәл осы видео арқылы мен жауап бердім деп ойлаймын. Шын бәрі уайымдамаңыздар. Жазда күтіңдер деші? Жазда күтіңдер. Жазда біраз адам келетін сияқты. Біраз адам уәдесін беріп жатыр, енді танитыны бар, сіздер танымайтындар болмайды. Танымайтын жоқ отыр. Сіздер танисыздар енді. Бәрін танимыз. Жұлдызды жандар көбісі сіздердің міндетті түрде тойларыңызға барамыз деп жатыр, енді білмеймін. Ол Аралда болатын білмейді олар. Аралда болса ойбай жоқ деп айтады. Дұрыс құтты болсын, Әрсен, оң болсын талабы. Бұйырса тойда жолығамыз. Міндетті түрде. Енді көрермендерге айтар сөзім бар ма? Или давай жақсы деп жоқтай береміз? Жоқ. Өзім негізі қазақ тілі қазақ әдебиетті оқығам. Қазақ тілі қазақ әдебиет мамандығын оқығаннан кейін бір өлеңді мен жауап бергім келіп тұр халықтың сұрақтарына, көкейлерінде. Жаңағы неге деген сұраққа ма? Неге деген сұрақтарына және де маған айтып жатқан әңгімелерге, барлық әңгімелерге бір өлеңмен жауап бергім келеді. Оқып берсем рұқсат па? Ал, жарайды. Өзімнің өлеңім флешка сатып алғам кеше. шын жүректен өзімнің өлеңім «Я, мен ақымақпын» деп арналатын өлең. Отау құрып үйлену әр еркектің міндеті, үйленетін аяулым жүрегімнің бір дерті. Ал көбісі үлкен ғой деп түрлі сөзбен сынауда, бұл амалым пайғамбардың бізге жеткен сүннеті. Махаббат деген кемеміз түрлі мұздан тайыпты, ей толқындар лас суыңмен ластамашы қайықты. Кемедегі серігіммен не істесең де біргемін, ол алтын қыз бақыттаудың шыңына да лайықты. Ол алтын қыз бақыттаудың шыңына да лайықты, шүкір деймін Аллаға маған берген зайыпты. Басқаларға үйленсе тілектерін айтатын адамдарым қазіргі боқтық сөзге байыпты. Инстаграмда пікірлердің көпшілігі бізге қас, жүректері таптаза жандарымның аузылас. Жасы келген кәрі қызды не істейсің деп жазған жан, бұл ерке қыз саған кәрі болғанымен маған жас. Берілген маған өмір ермек емес, бұл Арсен алған қызын бермек емес. Пиар ғой деп жазғандарың біліп алғын, ер жігітке бос әңгіме керек емес. Бұл өмірде ғайбат сөзбен азбаңдаршы, әңгіменің түбін енді қазбаңдаршы. Көңілінде кірбің жоқ мерекенің, көңіліне тиетін сөз жазбаңдаршы. Бақыт деген таза ауада қалқымақпын, бақыт деген таза көлде шалқымақпын. Неге өйттің, дебилсің ғой дейтін жандар, я, мен ғашық деген ақымақпын. Осындай өлеңім бар. Керемет. Енді Әрсен үйде екі баласыңдар ғой. Екі балам. Ағаң бар Бекен деген. Рұқсатын берді ма? Рұқсат жоқ деп тұрып алды кәдімгідей. Ол да неге деген жоқ қой әйтеуір. Басында енді шыны керек қарсылық білдірді. Содан кейін түсінді енді. Дұрыс. Мен асықпаймын ғой, қыз асығып жатыр ғой просто. Қыз асығып жатқан жоқ, жасы асығып жатыр. Бекен ше? Бекен, құдай қаласа, ол 4-ші курс, мен ағам Бекен деген туған ағам 4-ші курс оқып жатыр университетте. Сол оқуын бітіргеннен кейін екеуміз жабылып ақша жинап, оның да тойын жасайтын боламыз. Негізі Әрсен мен Бекен Арал қаласының нөмірі 220 мектептің атында Ералаш деген жайдарма тобын шыққан болатын. Екеуі екі түрлі мінездері. Екеуміз екі түрлі. Екеуі де менің қасымда болғаннан кейін білемін. Бекен ол салмақты, тіке айтатын жігіт. Сонда сен салмақты емес, қисық айтатын болып қалай болады? Мен кейде бұлай, мен маскамын ғой. Жоқ, мен танымайтын ортаға барғанда мен де салмақтымын. Енді ол біздің анамыздың берген тәрбиесі ғой. Салмақты сөйтіп барынша қысылып отырам. Енді барынша қысылып болғанда солай мен мінезім. Бірақ танитын үйреніскеннен кейін мен араласып отырсам. Ал Бекен танитыны болсын, күшті араласатыны болсын, бірыңғай. Бір тип па? Бір образ. Бір түр ма? Бір образ. Басқа образ жоқ, басқа, ойнату жоқ ода. Бұрын КВН-де қалай ойнаған? Қалай ойнайды? Ол хабарлаушы болды. Хабарлаушы болды. Бірақ ол да сценарий жазатын. Жақсы жазатын. Мықты жазатын. Білем. Жақсы, рахмет. Бүгін біздің қонақта Әрсен Акиев болған. Бұйырса Әрсен тойда жолыққанша онда. Жақсы.